Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз факториал деген тақырыпты өтетін боламыз. Оны тез ғана үйреніп аламыз. N санының факториалы деген бір санынан бастап n санына дейінгі көбейтіндіні айтады. Жалпы факториал дегеннің аудармасы да сол көбейту дегенді білдіреді. Енді қараңыздар, мысалы біздер кез келген бір санды факториалдарға, және факториалдың белгісі бізде лек белгісі, яғни бұның алдына лек белгісі қандай бір сан қойылатын болса, мысалы 2-нің факториалы. 2-нің факториалы деген бір көбейтілген 2, себебі жаңа анықтама бойынша бірден n-ге дейіннің көбейтіндісі, ал бізде n бұл 2 болып тұр. Сондықтан бірден бастап n-ге дейін көбейттік, 1 көбейтіп 2 бұл 2. Яғни 2 санының факториалы 2-ден. Тек 3-нің факториалы 1 көбейту 2 көбейту 3. Яғни бұны факториалы жігіден 6-ға тең. 4-нің факториалы 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4. Яғни бұл бізден 6-ны көбейтсек 24 болады. Міне факториал осылай бізге кете береді. Және де сізге кетейік, 0 санының факториалы 1-ге тең болатын болса, 1 санының факториалы 1-ге тең. Бұны біздер келесі видеода